Қайырлы күн, қанымдар. Бүгін біз осындай әдемі узор тоқып үйренеміз. Мына өте тамаша. Бұл узорды барлық нәрсеге де пайдалана берсеңіздер болады. Қазір бастайық. Мен 20 жіп алдым. Қазір енді оның 2 жібі мына ортасындағы мына ирекке кетеді. Сонда қалады 18. 18-ді 2 жағына 9-9-дан бөліп, ортасына 1 жіп кетеді. Қазір қараңыздар енді мұқият. Мінекей жіпті алдыңыз. Енді мына бірінші бағанаға без накида 1 жіп тоқып аласыз. Дәл осы жерден тағы да без накида тағы 1 жіп тоқып аласыз. Сонда 2 жіп болды. Санап отырыңыздар. Енді 2 болды. Енді тоқыманың қапталынан мінекей мына жерден алмаймыз жіпті. Мына қапталындағы мына жерден тоқып аламыз. Без накида мінекей 3 санап отырсаңыздар дұрыс. 4 5 6 7 8 9. Міне 9 жіп алдық. 9 жіпті тоқып алдық. Енді дәл ортасына келгенде мінекей мына ирек түсу үшін біз дәл осы ортасындағы 1 жіпті 10-ші жіп соны қалдырамыз да келесі жіпке ауысып тоқимыз. Қараңыз, ортасында 1 жіп қалды. Сонда ортасында 1 жіп ирек болады. 2 барлық осы тоқыманың фишкасы осы жерде. 2 3 4 5 6 7 8 9. Мінекей 9-шы жіпті тоқып алдық. 9-шы жіпті тоқып алғаннан кейін 1 жіп көтерім. 1 жіп көтеріп тоқып аласыздар. Мінекей. Сонша қиыны жоқ. Мінекей. Көрдіңіздер ме? 2 жақ бірдей түседі. Және мына ортасындағы ирек осылай әдемі болып, мінекей. Осылай түсетін болады. Ары қарай тоқимыз. Тағы да осы бірінші бағанаға кіргізіп без накида 1 жіп тоқимыз. Дәл осы жерден біреуін тағы да тоқимыз. Сонда 2 жіп болды. 2 жіп бұл не үшін? Өйткені мына тоққан кезде мына жағалауы әдемі түсу үшін. Қараңыздар. Сол үшін 2 жіпті бірге алып аласыздар. Ары қарай тағы да тура жаңағындай тоқисыздар. Мінекей 3 4 5 6 7 8 міне 9 жіп. 9 жіп тоқып алдық. Енді 10-ші жіпті қалдырамыз. 11-ші жіпке ауысамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Үнемі санап отырыңыздар. Өйткені санап отырмасаңыздар мүмкін қисайып кетуі мүмкін. Неге? Көрдіңіздер ме? Узор қандай әдемі түсті. Бұл узорды кардиганға пайдалансаңыздар болады. Енді плед тоқуға болады. Шарф тоқуға болады. Үлкен қып 20 жіп емес 30 жіп алып тоқсаңыздар да болады. Болмаса 6 жіп алсаңыздар да болады. Тақсан емес, жұпсан аласыздар ғой, сонда
мінекей бұл нәрсе екі жақты болып түседі. Көрдіңіздер ма? Бұл узордың бір кереметтігі екі жақты болып түсті. Мінекей өте тамаша.